Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге осындай үй жағдайында жасалатын жасалу жолы өте оңай пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Содан соң бір қасық шай қасық тұзымызды және үлкен қасық қантымызды және үлкен қасықпен ашытқымызды салып, осылай ерігенше венчикпен жақсылап араластырамыз. Содан кейін бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Одан кейін сұйық майымызды құйып, үстінен електен өткізіп ұнымызды қосатын боламыз. Осылайша қалған ұнымызды да қосып, жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз неғұрлым жақсы ұзағырақ үйленсе, біздің пиццамыздың қамыры да өте керемет әрі жұмсақ болып шығатын болады. Осылай үстелдің үстіне алып та жақсылап 15 минуттай илейміз. Мінеки қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді үстіне бір ас қасық сұйық май құйып, осылай бетіне жағып, жарты сағатқа жылы жерге бетін жауып қалдыратын боламыз. Мінеки достар, біздің қамырымыз дайын. Дәл осы мөлшерде бізде 3 пиццаға арналған қамыр шығатын болады. Осылай дөңгелектеп 3 бөлікке бөліп аламыз. Енді арқары пиццамызды дайындауға кірісеміз. Аз-аздан ұн сеуіп, қамырымызды дөңгелек етіп жаямыз. Қалыңдығы 1,5 сантиметрдей болу керек. Осылай оқтаудың көмегімен жаямыз. Мінеки қамырымызды жайып, табамызға пергамент қағазын үстіне орналастырдық. Енді үстіне бір ас қасық кетчуп және бір ас қасық майонезімізді осылай видеодағыдай етіп, жақсылап шет-шеттеріне жеткенше жағып шығатын боламыз. Енді келесі кезекте үстіне мен фарш салатын боламын. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша колбаса салсаңыздар да, немесе піскен ет салсаңыздар да болады. Ол әркімнің өз қалауы бойынша. Мен осылай фаршты қолдандым. Және де үстіне болгар бұрышын ұсақтап, яғни 4 бүріштеп туралған болгар бұрышын салатын боламын. Мінеки бәрін орналастырып болдық. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізде 10 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінеки достар, біздің пиццамыз 10 минут көлемінде пісіп шықты. Енді үстіне үккіштен өткізілген ірімшігімізді салатын боламыз. Ірімшікті салғаннан кейін пеште тек қана 2-3 минут қана ұстаймыз. Яғни ірімшік ерігеннен кейін бірден алсаңыздар болады. Ұзақ уақыт ұстамаңыздар. Өйткені пиццаларымыздың беті қатып қалатын болады. Мінеки достар, біздің пиццамыз да дайын болды. Міндетті түрде дәл осы рецептпен әзірлеп көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар және менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінеки өте қамыры да жұмсақ, бәрі піскен және үстіндегі сыры да созылып, өте керемет болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын.